Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге бәріміз сүйіп ішетін машкөже тамағыны бірге дайындайтын боламыз. Өзбек халқында әйгілі тағам машхурда деп аталады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан ерекше қарапайым рецептерді қазақ тілінде таба аласыздар. Ең алдымен тамағымызға керек заттарды мен осылай жуып, тазалап, турап алдым. Яғни осылай майда көбік етіп турап шықтым. Қызып тұрған қазанымызға мен осылай кішкентай шөміште сәл ғана толтырмай майымды құйып алдым. Енді майымыз сәл қызыған соң үстінен етімізді салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Етіміз осылай сәл қуырылған соң үстінен пиязымызды салып, тағы да қуыра бастаймыз. Біздің пиязымыз сарғыш, яғни қызғылт түске кіргенше қуыратын боламыз. Оның үстінен мен 2 қызанағымды салып жібердім. Қызанақты қабығынан ажыратып алдым. Енді осылай қызанағымызды да қуыратын боламыз. Мен қызанағымның бетіне тұз сеуіп жібердім. Сонда қызанақтардың суы тез шығып, әдемі қуырылатын болады. Міне осылай қызанағымыз жақсылап қуырылды. Қызанақ болмаса кәдімгі томатты салсаңыздар да болады. Енді оның үстінен қалған картоп, сәбіз, болгарымды салып қуырамын. Картоптарды 2-3 минут қуырсақ жеткілікті. Көп қуырмаймыз. Енді оның үстінен мен 2 литр суымды құятын боламын. Менде төменде описанияда барлық ингредиенттердің грамдары жазылған, сол жерден қарасаңыздар болады. Енді жаңағы машты осылай суымыз мұздай күйінде салып алатын боламыз. Сонда маштарымыз қатпай, жұп-жұмсақ болып тез пісетін болады. Енді мен осылай лавр жапырағын салдым және азғантай укроп пен петрушканы салып жібердім. Сіздер өздеріңіздің кез келген дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар болады. 1 қасық паприка, яғни шай қасықпен жарты шай қасыққа жетпейтіндей қара бұрыш салдым. Мен жаңа тұз салдым, сол үшін енді тұзыны қайнаған соң көретін боламын. Тұзыны міндетті түрде қарап отырыңыздар, яғни өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салып отырасыздар. Мен тағы да азғантай тұз салдым. Енді біздің машымыз жарылып шығуы қажет, яғни машымыз жарылмай, күрішімізді салмайтын боламыз. Міне осылай төмен отта қайнаттым. Менің маштарым осылай жарылып шықты. Енді мен күрішімді тазалап жуып салатын боламын. Күрішімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Яғни бір-біріне жабысып қалмауы қажет. Күрішімізді салған соң мен 10 минуттай қайнаттым. Яғни төмен отта қайнатамыз. Достар, біздің тамағымыз дайын болды. Сіздерге ас болсын.